аймағы бұзылмаған табиғат аясында барлық бәле-сұмдықтан алыс, өз қиялымен, өз қолымен жасап алған жұмбақ әлемге күн кешкен адамдардың іс-әрекеттері суреттелген. Шығармадағы әр кейіпкердің ішкі әлемінің қатпар-қатпар қалтарысын назарынан қалт жібермеген жазушы не суреттесе де, қандай оқиға болса, сол кейіпкердің тұлғасын таныта түсуді мақсат етеді. Олай болса, оқушылар, бүгінгі біздің шығармамыздың негізгі арқауы болған кейіпкерлерімізді анықтап алу үшін бәйгеге сайысына түсеміз. Онда алдымен ер балалар ортаға шықсын. Құдай берді деп орнынан қуана тұрды. Іздегенім сен едің, өлмегенге өліп алып деген осы. Еріп, аман болсын класстасың. Кімнің сөзі? Тағамның сөзі. Өте жақсы. Алдыға бір аттың шығамыз. Келесі оқушымыз сұрағы дайын тұрсын. Айырмасы көп, деді ыдыс аяқты самаурында қалған ыстық сумен жуып отырған айна. Араның байлығы адамдар үшін, ал біздікі өзіміз үшін ғана. Кімнің сөзі? Айнаның сөзі. Екі оқушымыз алдыға шықсын. Келесі сұрағымыз біздің. Ара шапқаннан өлген кісінің бетін көргем жоқ. Еріктің сөзі. Аян алдыға шыға ғой. Бізде Аян осы келе жатыр. Жаңағын алғысың. Мені айттыратын адам жоқ еді. Қыз кезінен қалған жинақ шығар. Қараңғыда қамалған қаздай едім. Далаға шығып жаным жарқырап қалды. Ал енді сенге жұмыстарына барыңдар. Ерік іздеп қалған шығар. Кімнің сөзі? Нүрке апаның сөзі. Екі оқушымызда алдыға шықсын. Жақсы, рахмет. Біздің үш атымызда бірге келді. Рахмет. Келесі тапсырма оқушылар. Екінші тапсырма әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме бере отырып, образдың жасау тәсілін талдау. Мынау тұрған табыс ағашы. Бұл табыс ағашын мен болашақ және тарихке екіге бөліп бердім. Сендерге болашақ және тарих болып екіге бөлініп тұрған бірінші алдымен түсіндіріп аламыз. Бірінші топқа Нүрке және Ерік кейіпкерлері беріледі. Екінші топқа Таған және Айна кейіпкерлері беріледі. Сол кейіпкерлердің әр қайсысына берілген кейіпкерлерді жинақтау және даралау образдарын ашамыз. Және әр кейіпкердің мінез ерекшеліктерін анықтаймыз. Тапсырма түсінікті ғой? Олай болса, тапсырмаларыңызды ашып, қағаз қаламдарыңызды алып, тапсырманы орындаңыздар. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Топпен жұмыс жасаймыз бірге. Нүркенің, Еріктің образдарын ашамыз. Және Айна Таған. Тапсырмамызды орындап болсақ, ортаға шығып, ағашымыз неге болашақ, неге тарих болып екіге бөлініп тұрғанын түсіндірейік. Қанекей ортаға шығамыз. Ағашқа қарап отырсақ, екі жағы екі түрлі жапыраққа бөлінген. Бір жағы жасыл, екінші жағы сары. Болашақ бізде жасыл жапырақ түсінде белгіленген. Оған біз Таған мен Айнаны алсақ, тарих жағы сары жапыраққа көрсетілген. Оны біз Нүрке мен Ерік деп алдық. Болашаққа Таған мен Айнаны алған себебіміз, олар алдарына мақсат қойып, тамырлар жайған ағаш секілді шығармада өмірлерін жалғастырады. Автор Тағанды екі образдар суреттейді. Біріншісінде ел дауысына қарайтқан саналы көркем жігіт ретінде суреттесе, екіншісінде қоғамның сынағына шыдамай ішіндікке салынған жігіт ретінде суреттеледі. Ал Айнаны шығармада образы ерекше ілтипатпен суреттеледі. Айна арқылы автор қазақ келіндеріне тән қасиеттерді көрсетеді. Инабатты, ибалы келіннің образын көрсетеді. Айна арқылы өте жақсы.
Келесі кейіпкеріміз. Ал біз тарихқа Нұрке мен Ерікті алған себебіміз, бұл жерде шығарманың өзінде де Нұрке мен Ерік аралардың кесірінен өз өмірлерін қоштасып, ары қаратай өздерінің өмірін жалғастыра алмайды. Нұрке шығарманың негізгі кейіпкерлерінің бірі. Кішкене есімі Юра, яғни басқа ұлттың өкілі. Басқа ұлттың өкілі бола тұра, Еріктің әкесі Қандалыға тұрмысқа шығады. Қазаққа тұрмысқа шыққаннан кейін ислам дінін қабылдайды. Ал Ерік болса шығарманың басы Ерік образымен басталады. Автор оның жылына бір-ақ рет туған ауылына қатынаса да, сол ауылдың оны ешкім сарная қоймайтынын адам ретінде бейнелейді. Балалар, Нұрке кішкене толықтырып өтейікші Нұрке образын. Нұрке басқа ұлттың өкілі қазақ жігітіне тұрмысқа шыққаннан кейін сол қазақтың дінін қабылдайды, иә? Ең соңында өмірінің соңғы сәттерінде өмір сүріп жатқан кезде Өз дінін қабылдайды. өз дінін шоқынады, иә? Атау кересін ішеді. Атау кере дегеніміз не бала біздің шығармамыздың тақырыбы? Атау кереде біз ең соңында өмірден қоштаса келе жатқандағы ішетін асын атау кере деп аттық. Бұл өмірде де өте көп қолданыла бермейді, естігенде де өте құлаққа түрпідей тиетін сөз. Атау кере дегеніміз адам өзінің өмірі деп атайды екенбіз, иә? Нұрке апа сол атау керені ішкеннен кейін өмірінің соңғы сәтінде құлағына не естіледі? Шіркеудің қоңырауының дауысы естіледі, иә? Сол кезде келіні шошып кетеді. Себебі не істейді Нұрке апа? Ол басында исламдың қазақ халқының дінін ұстанып жүрді, соңына келген кезде не істеп келеді, шоқынған кезінде айна талып қалады ғой. Айна шошып кетеді. Нұркенің анасы басқа ұлттың, ол қайткен күнменде ол сүтпен берілген ойына дарғаннан кейін ол өзінің дінін қабылдап, өмірінің соңғы қоштасатын кезінде шоқынады екен, иә? Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Ал енді оқушылар екі топ бір-бірімізді бағалайық. Ақерке мен Нарғызды бағалап өтейік. Қылқалам әдісі бойынша. Сіздердің топтарыңыздан бірінші топты кім бағалайды? Насын келе қой. Қандай карандашты беріп бағалайсың? Айта ғой. Мен осы карандашты Нарызға беремін. Себебі менің оның сұрақтарына қанағаттандым. Кейіпкерді анықтады, шығармадан үзінді келтірді. Және образды өте жақсы талдады. Мінез ерекшеліктерін анықтады, иә? Жақсы, өте жақсы. Енді бірінші топтан екінші топты бағалауымыз керек. Кім бағалайды, Қанекей? Жақсы, баян. Оқушылар тапсырмамызды орындап болсақ, ортаға салайық. Шығармада қандай ұлттық құндылықтарды бақыладыңыздар, шығармадан мысал келтіре отырып баяндаңыз. Қанекей, кім шығады? Сіздерден кім шығады? Қанекей, назым айта ғой. Мен Еріктің әкесі Қандауырға тұрмысқа шыққан жылы жарықтық атамыз. Атын атау әдепсіз болар. Қайын атамды айтамын. Меккеден оралып қажы атамыз қайтты. Бұл сөзінде Нұрке апаның қайын жұрт атамау керектігі туралы салып көрсетілген. Екінші, әр есінде басыма кимешек киіп, ақ шатырдай болып бес ауылға шыққанында бүкіл ауыл мәз мейрам болып қарап еді. Бұл кезде қазақ келіндерінің орамалсыз жүрмеу керек екені айтылған. Жақсы, өте жақсы. Ал енді сіздерден кім шығады? Ортаға шығайық. Сіздерге берілген тапсырма. Ғасырлар тоғысы кестесін толтыру, иә? Ғасырлар кестесін толтыру. Қанекей, Нұрайма аяулыға шығатын? Қанекей. Аха, жабыстырамыз. Сіздерге берген тақырып. Ешкімге қылдай қиянаты жоқ, білімді, алғыр, адал, жас адам, таған, айықпас дерт маскүнемдікке салынуы. Соны атау кере шығармасындағы заман көрінісі, қазіргі заман көрінісі, іліп жүр айым. Қазіргі заман көрінісімен салыстырып бағалап өз ойымызды айтамыз. Қанекей, бірінші тақырып бойынша. Атау кере шығармасындағы заман көрінісі. Егер аттың құйрығына бір шөлмек ат байлап жіберсек, таған сияқты маскүнемдер етпеттеп жер сипалап салпақтап қалар еді. Қазіргі заман көрінісі, соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде ішімдікке салынғандар саны көбеюіне байланысты әлемдік бойынша алдыңғы қатарда жайғасты. Салыстырмалы бағалауға келсек, шығармадағы таған бейнесі қазіргі замандағы өзекті мәселе болып тұр. Сол себепті маскүнемдердің зауалы қаншама отбасының
отбасындағы шаңырағын шайқалтып ортасына түсірді. Кейіпкеріміз сияқты алдына мақсат қойып маскүнемдікті тастаған адамдар бар. Иә, маскүнемдікті тастап, отбасын сақтап қалыватқан адамдарымызда жоқ емес бар. Иә, жақсы отыра ғой айолым. Нюра кемпірдің жалғыздық күйі. Оқушылар шығармамызды жан-жақты талдап қолға сату керек қойсын. Енді бүгінгі талданған кейіпкерлер арқылы кім қандай құндылық көре алды? Кім айтады? Қанекей, кім айтады? Айта ғой. Мен бұл жерде қазақтың салт дәстүрін қатты мықты болғанын білдім. Қаттырақ сөйлем. Және жаңағы отбасыдағы еркектің адамгершілігін, қадір қасиетін түсіндім. Ер азаматтың отбасы алдындағы жауапкершілігі мықты болу керек екен, иә, түсінемін. Жақсы, тағы кім айтады? Бұл жерде айна бейнесінен қазақ келіндерінің тәрбиелілігі, ибалылығы көрінген. Нұрке апаның соңғы сапарға аттанып бара жатқанына қарамастан соның қасында болып, өзінің тәрбиелілігін көрсетіп, Инабалығын көрсетті, иә. Жалпы айнаның образ арқылы нағыз қазақ келіндеріне тән сай образ. Жақсы, тағы кімде қандай құндылық көре алды? Кім айтады? Ақерке, сен не көре алдың? Мен осы тағаннан көре алдым. Оның мысалға қанша жерден қоғамның несіне таққа түсіп, ішімдікке салынса да, соны өзінің алдына мақсат қойып, соны жеңе алғанын көрдім. Жеңе алғанын көрдім. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Бірақ сабақтың соңында өзімізге қандай кейіпкерден қандай қасиетті, жақсы қасиет ала алғанымызды айтып өтейік. Қанекей, ол үшін бәріміз ортаға шығайық. Қолымыздан ұстаймыз да бірімізге әрбір кейіпкерден бойымызға алған қасиеттерімізді айтамыз. Қанекей, бір алып. Қанекей, кім бастайды? Серпосын бастай алып. Мен тағамның бойынан жігерлікті алғым келеді. Жақсы. Мен Нұркен бойынан өзіне деген сенімді табым. Жақсы. Мен еріктің бойынан өзіне деген еңбекқорлықты алғым келеді. Мен айнаның бойынан инабаттылығын алдым. Мен тағамның бойынан өзіне деген